Мен Нұрбаева Рабиға Тілеубековна, фармацевтикалық пәндер оқытушымын. Бүгінгі тақырыбымыз біздің ас қорыту мүшелеріне әсер ететін препараттар, яғни дәрілер болып табылады. Яғни бүгінгі біздің жоспар бойынша біріншісі кіріспе, екіншісі негізгі бөлімі, яғни ас қорыту мүшелеріне әсер ететін дәрілер, өт айдайтын дәрілер, гепатопротекторлар, гастропротекторлар және іш жүргізетін дәрілер болып табылады. Енді кіріспеге келсек, бүгінгі жалпы біздің ас қорыту мүшелерінің сөл бөлу және қызметіне бұзылуы көптеген ауруларға, патологияларға байланысты болып келеді. Сол үшін біз ас қорыту мүшелерінің қызметі бұзылған кезде көптеген арсенал дәрілер бізде өте көп. Енді тоқтала кетсек, соның ішінде ең бірінші олар неше топқа жіктеледі. Бірінші ол жіктелетіні тәбетке әсер ететін дәрілер, яғни тәбетті қуаттандыратын дәрілер және де тәбетті басатын, тежейтін дәрілер болып табылады. Келесі ас қорыту бездерінің секрециясы бұзылуында пайдаланатын дәрілер. Ұйқы безінің секрециясын бұзылғанда қолданылатын дәрілер, гастропротекторлар, гепатопротекторлар, одан кейін іш жүргізетін дәрілер болып табылады. Енді тоқтала кетсек, тәбетті қуаттандыратын дәрілер. Яғни бұл дәрілерге бізде витаминдер жатқызамыз, одан кейін жаңағы анаболикалық стероидтар жатқызамыз. Оның ішінде жаңағы мысалға айта кетсек, апилат. Сіздердің алдарыңызда апилат препаратының рецептте жазылу үлгісі көрсетіліп тұр. Тәбетті тежейтін дәрілер. Бізде яғни бұл дәрілер орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы біздің тәбетімізді тежейді екен. Бұларға мазиндол, дезапилон деген дәрілер жатады. Бұл дәрілерді өте сақтықпен ішкен жөн, өйткені бұлар орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Яғни тәуліктің бірінші жартысында беріледі, әр 8 сағат сайын. Яғни азанғы мысалы уақытта беріледі, одан кейін 8 сағаттан кейін түстің уақытысында беріледі. Жанама әсері бұл дәрілердің бастың айлануы, құсуға алып келеді, аяғы ауыр әйелдерге емізілу кезінде ішуге болмайды, яғни эпилепсия кезінде де бұл дәрілерді ішуге болмайды. Келесі біздің жіктелуіміз бойынша құсыққа қарсы дәрілер, яғни құсықты басатын дәрілер және құстыратын дәрілер. Құстыратын дәрілер бір қай кезде қолдануымызға болады. Адам мысалға науқас ауыр металдармен уланған кезде, жалпы организм уланған кезде біз организмнен сол жаңағыдай токсиндерді шығару үшін біз науқасты құстыруымыз керек. Сол үшін осында препараттар мысалға апоморфин гидрохлоридін қолданамыз. Бұл дәрілерді біз сіздер өткенсіздер, мысалға морфин гидрохлориді, бұл наркотикалық препараттар болғандықтан, бұлар орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Яғни біздің орталық жүйке жүйесіндегі гипофиз бөлігіндегі құсу орталығын бұл тітіркендіру арқылы адамды бұл құсуға алып келеді екен. Жалпы құсу ол өте ауыр рефлекс болып табылады, оны сіздер анатомияда, физиологиядан өттіңіздер. Апоморфин гидрохлоридін жаңағыдай 0,5 мл біз тері астына сағылу арқылы адамды жаңағы құстыратын рефлекс пайда болады. Жалпы тағы да магний сульфатын беруге болады, натрий гидрокарбонатын беруге болады. Бұлар асқазанның шырышты қабатын тітіркендіре отырып, адамды құсу рефлексі пайда болады. Енді құсу адамды бұл құстыратын дәрілер болса, біздегі енді келесіміз құсуды тоқтататын дәрілер. Құсу қай кезде болады? Мысалға, құсу бұл асқазан ішек жолдарының әртүрлі патологияларында, жаңағы әйел адамның аяғы ауыр кезінде токсикоздарында бізде құсу рефлекс пайда болады. Сол кезде одан кейін ойық жарасында, асқазанның ойық жараларында, ұйқы без, өт жолдарының қабынған кезде біз осы дәрілерді жалпы асқазан ішек жолдарының қызметін, моторикасын дұрыстау үшін осы дәрілерді береміз. Мысалға, цирукал,
метоклопрамид препараттарын біз береміз. Мына алдарыңызда сол препараттарға құсуды тоқтататын препараттардың рецепт үлгілері жазылып тұр, көрсетіліп тұр сіздерде. Енді бізде келесі жоспарымыз бойынша асқазан безінің секрециясының бұзылуында қолданылатын дәрілер. Яғни бездің секрециясы төмендегенде және жоғарылағанда қолданатын дәрілер. Төмендегенде бізде жаңағыда асқазан безінің секрециясы төмендегенде де ол да бір көптеген бір ауруларға әкеліп соғады. Оның ішінде жаңағы гастрит ауруы. Мысалға біз оларға гастрин, пентагастрин препараттарын қолданамыз. Яғни бұл бездің көбірек бөлінуіне ықпал ететін препараттар. Алдарыңызда үлгісі тұр. Келесісі бізде асқазан без секрециясын төмендететін дәрілер. Яғни бұл асқазан безінің секрециясы жоғарылаған кезде де бұл бізде көптеген бір ауруларға, асқазан ішек жолдарының ауруларына әкеліп, патологияларына әкеліп соғады. Оның ішінде ойық жарасы, гастрит ауруларына алып келеді. Оларды біз яғни антоциттік дәрілер деп айтамыз. Антоциттік дәрілер қандай бізде? Алмагель, фосфолюгель, рени, гастал препараттары болып табылады. Яғни бұл асқазан секрециясы бездерінің жоғарылағында қолданатын дәрілер. Мына алдарыңызда сіздер рецепт үлгілері көрсетіліп. Келесі бізде ұйқы безі секрециясын бұзылғанда қолданатын дәрілер. Яғни біздің ұйқы без секрециясы не үшін керек? Олар сіздер анатомияда, физиологияны өттіңіздер. Ол бізде ферменттер бөледі. Фермент төмендеген кезде, яғни адамда ішкен асы қорытылмай, яғни асқазанда толып тұрады. Сол үшін ол белгілі бір ауруларға алып келеді. Панкреатит, созылмалы панкреатит, тағы да жаңа көптеген ауруларға алып келеді. Яғни ферменттер, құрамында ферменттері бар препараттарды біз жаңағы науқасқа береміз. Панкреатин, мезинфорты, тамақ ішіп атқан кезде, болмаса тамақтан кейін бір таблеткадан, болмаса 2 таблеткадан науқасқа сіздер рецепт түрінде бересіздер, яғни рецепттің үлгісі тұр. Одан кейін жалпы бізде ферменттер 12 шекте түзілетін болса, қалыпты жағдайда, бұл жаңағыдай жедел панкреатитте ферменттер бізде ұйқы безінің өзінде түзеледі екен. Сондықтан ол бізге қандай жедел панкреатит ауруына әкеліп соғады. Ондай кезде біз гардокс, кантрикал препараттарын қолданамыз. Мына алдарыңызда үлгісі тұр. Кантрикал препараттың рецепті қалай жазылады. Сонымен қорыта келе, жалпы біздің ас қорыту мүшелеріне әсер ететін дәрілер, препараттар өте маңыздылығы өте зор. Өйткені ас қорыту мүшелері арқылы біздің организмімізде астың ыдырауы, жалпы микроорганизмдердің организмге кері әсер етпеуіне, қанға сіңіруіне үлкен бір есебін тигізеді. Сондықтан осы ас қорыту мүшелерінің патологияларында осындай препараттарды сіздер өте білулеріңіз жөн. Бұл препараттар арқылы біз ағзаға улы заттар түседі, яғни бауырдың қызметі бұзылады, ұйқы безінің қызметі бұзылады. Яғни осы препараттарды біз осыны ас қорыту жолдарының патологияларында қолдануымызға өте көптеген ықпал келтіретін препараттар болып табылады. Өйткені қазіргі таңда ас қорыту жолдарының патологияларына жас балалардың арасында да өте көбейіп кеткен.